Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз мәселе есептердің екінші түрі, яғни жұмысқа байланысты есепті шығаратын боламыз. Жұмысқа байланысты есептерді шығарудың өте оңай алгоритмі бар. Бұл алгоритм, яғни теңдеу құру. Оны құру үшін бітеміз. Қараңыздар, егер жұмыстың берілген мұқият орындап, мынандай теңдеу құруға болады. Кез келген жұмысқа байланысты берілген есептерге. Ол үшін мен таблица алайын. Таблицада таблица алайын. Қараңыздар, таблицада 3 түрлі элемент болуы міндетті. Үш түрлі міндет болуы міндетті. Бірінші S, екіншісі бізде T, үшіншісі бізде B. Қараңыздар, не болу керек екен таблицада? Міндетті түрде 3 элемент болу керек екен. S деген жұмыстың істелген мөлшері. Жұмыстың істелген мөлшері. Енді S деген жұмыстың істелген мөлшері екен. T деген бізде істелген уақыт, қанша уақытта істелді. Және V деген бізде жұмыстың істелген жылдамдығы. Қандай жылдамдықпен жұмыс істелді? Жылдамдығы. Енді осыларды білсек, біз айта аламыз. Кез келген жұмыстың істелген мөлшері бірге тең. Кез келген жұмыс істелсе, өлшемі бірге тең. Онда уақыт бізде белгісіз, айтылмаса, x-ға тең. Ал білеміз біз b дегеніміз ол s бөлінген t, я? Формула бойынша s бөлінген t. Онда 1 бөлінген x болады. Келесі, егер бізде екінші жұмысшы, мысалы бірінші жұмысшы, екінші жұмысшы, немесе бірінші бассейн, екінші бассейн құбырлар деп айтылса, біз осындай теңдеуден 2 құрамыз. Екінші жұмысшы мысалға ретінде y жұмысты 1 бөлінген y уақыт жылдамдықта істейді. Енді осы жүйені дұрыстап қолдануды үйренейік. Ол үшін мына есепті шығарып көрейік қазір. Берілгенін оқи қояйық. Бассейнді толтыру үшін бірінші құбырды 12 минутта. Қараңыздар, бірінші құбырды 12 минутта толтырады екен. Онда 1 бөлінген x, мынаны міндетті түрде осы теңдеу жазып қойсыздар. Міне бізде 1 бөлінген x және 1 бөлінген y екеуі бірігіп толтырған құбырды 1 деген жұмысты істелген. Ол кез келген есептің шығару жолы осындай. Қараңыздар. Қазір енді қанша минутта істелген? Бірінші құбырды, бірінші бассейн, 1 бөлінген x, я, бірінші бассейніне. Бірінші бассейн, мынау екінші. Бассейн толтыру бірінші құбыр, мынау екінші құбыр. Қараңыздар, 1 бөлінген x жылдамдықпен және 1 бөлінген y жылдамдықпен біреу 12 минутта толтырған. 12 минутта. Енді қараңыздар, бұл жерде ескеретін жағдай, біз шығарған кезде минутты немен айналдырамыз? 12 минутты біз сағатпен жазу керек болады. Сағатпен жазсақ, ол 12 бөлінген 60 болады, я? Сағат. 1 минутта, 1 сағатта 60 минут бар. Сондықтан 60-ға бөлеміз, я? 12 бөлінген 60. Және екінші құбырды 7 минутта дейді. Онда 7 бөлінген 6. Енді қараңыздар. Бұл жерде бір ескеретін жағдай бар. Қараңыз. 1 бөлінген x дегеніміз бізде алған b-біміз. Және 12 бөлінген 6 деген біздің уақытымыз.
істелген уақыт тымыз. Онда біз білеміз, иә, b көбейту t бізде s-қа тең. b көбейту t s-қа тең. Және екіншісінде де тура солай. Мынау уақыт, мынау бізде жолымыз. 1/y деген бізде істелген жылдамдығымыз. Сонда b көбейтілген t болды, s болады. S тең болды s-қа. Біздің өрнегіміз дұрыс. S1 қосу S2 тең болды S-қа десек, біз білеміз оның дұрыс екенін. Сонда біздің бірінші құрған теңдеуіміз өте дұрыс болып тұр. Сондықтан біз бұл теңдеуді дұрыс екеніне көзіміз жетті. Тексеріп алсақ болады. Енді ары қарай жалғастырайық. Енді бірінші сөйлемге, мына бірінші сөйлеміне біз мәтін құрастырып қойдық. Бірінші сөйлеміне бассейнді толтыру үшін құбырды 12 минут және екіншісін 7 минут қосу керек дегенді. Егер ары қарай оқайық. Егер құбырды 6 минут қосса, екі құбырды. Мынаны қараңыздар. Мына сөз өте маңызды рөл ойнайды, екі құбырды деп. Онда екеуін тағы қосқан, бір қосу x, бір қосу y, екеуін тағы қосқан. Қанша минут қосқан? 6 минут қосқан. 6 минут деген екеуін де 6 минуттан қосқан. Қанша бөлігін? Бір бөлігінің қанша бөлігін толтырған? Міне, 2-ден 3 бөлігін толтырған дейді. 2-ден 3, онда 1 көбейтілген 2-ден 3 болады. Енді қайтадан тексереміз. Қараңыздар. 1 бөлінген x деген бізде жылдамдық, міне, 1 бөлінген x деген жылдамдық. Ал 1 бөлінген y деген жылдамдық. Ал 6 бөлінген мынау да жылдамдық, мынау да жылдамдық. Уақыт мынау. Мынау да уақыт, мынау да уақыт. Сонда b көбейту t s болады. Мынау да s болады. Ол тең болды s-қа. Біздің алып жатқан формуламыз дұрыс екен. Құрастырған теңдеуіміз дұрыс болып шықты. Енді онда мен ары қарай жалғастырайын. Сол кезде бізде қазір теңдеулер жүйесі шықты, осындай екі теңдеу. Оны енді шығаруды білуіміз керек ары қарай. Қалай оңай жолы бар? Мынау бізде екі айнымалысы бар теңдеулер, сызықтық емес теңдеулер жүйесіне есеп шығарылды, берілді. Бұны шығару үшін мен екінші мынаның берілген қайтадан әдемі түрде жазып алайын. Енді сонда мынандай өрнек болды, иә? 12 бір көбейту 12 60x қосу 7 бөлінген 60y тең болады 1-ге. Астындағы өрнек бізде 6 бөлінген 60x қосылған 6 бөлінген 6y тең болды. Бірде көбейтсек бізде ештеңе өзгермейді, 2-ден 3. Енді мен қосу тәсілі деген бар. Оған келтіру үшін не істеймін? Мына өрнектің барлығын -2-ге көбейтіп жүрем. Сол кезде бізде былай болады. Қала береді, үстіне тиіскен жоқпыз біз. 60x деп қосу 7 бөлінген 60y тең болды 1-ге. Енді -2-ге мысалы көбейтейін. -2-ге көбейтсем -12 бөлінген 60x -12 бөлінген 60y тең болады -4 бөлінген -4-тен 3, -3-тен 4. Енді қосу тәсілі деген бар. Білеміз, қосу тәсілі. Қараңыздар, әрбір элементтерін қосып шығам. Қараңыздар, x-тарды x-тарға қосам, y-тарды x-тарға қосам, және y-тарды y-тарға қосам. Сандарын сандарға қосам, қосу тәсілі деп аталады, қосу тәсілі. Онда қосайын. Сол кезде мына екеуін қоссам, қысқарып кетеді. Бізде біреу плюс, біреу минус. Сонда бізде былай қалады. 7 қосу 7 60y-тан 7 минус 12 бөлінген 60y тең болады 1 қосылған, бірақ мына жерде минус тұрғандықтан плюс пен минус болып кетеді. Осындай өрнек шығады. Енді ортақ бөлімге бітесізден болады. 5, 7-тен 12-ні азайтпаса минус 5 болады. Минус 5 бөлінген 60y
тең болады. Ортақ бөлімге берсем, 3 азайтылған 4 болады. 3 азайтылған 4 минус 1 бөлінген 3. Енді қараңыздар, пропорциямен біз тауып аламыз, иә? Тауып алсақ қалай болады? Бізде минус 15 тең болады минус 60 y-қа. Енді y-ті тапсақ, бізде y-ті тапсақ, 15-ті бөлеміз қаншаға? 60-қа. Онда бізде 1,4-1 сағат шығады. Енді бізде сұрап тұрған не? Бізде сұрап тұрғаны минутпен. Минутпен болса, онда 60-ты бөлеміз 4-ке, бізде 15 минут болады. Сонда біздің сұрап тұрғанымыз қайтадан берілгенде бар, мұқият қарайық. Бізде берілгенде былай сұрап тұрады. Міне, тек екінші құбыр арқылы бассейнді толтырғанда. Енді мұқият назар аударамыз. Жерде екінші құбыр деген сөз бар. Екінші құбыр дегеніміз қараңыз, тек жалғыз өзі істесе деген сөз. Екінші құбыр. Бір y міне T2 уақыт етеді бір деген жұмысты. Тек қана өзі істесе. Сонда T2-міз тек қана өзі істесе y жұмыс істейді. Сонда бізде қазір y-ті тапқанымыз жеткілікті еді шарты бойынша. Біз y-ті таптық, y-міз бізде 15 минутқа тең болды. 15 минутқа тең болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.